Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Желіні жарып жатқан қытырлақ баклажандардың оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен бізге осындай 3 баклажан керек болды. Баклажандарымыздың сыртын ашып тазалап аламыз. Баклажандарымыздың сыртын ашып тазалап алдық. Енді видеода көрсетілгендей солонка ретінде ұзынша етіп турап аламыз. Өте оңай рецепт, әрі өте дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Міне баклажандарымыздың барлығын турап болдық. Осындай ұзынша етіп, енді біз ыдысымызға салып, үстіне тұзымызды саламыз. Және жүгері крахмалымызды саламыз. Жүгері крахмалымызды салып болғаннан кейін баклажандарымызды жақсылап араластырамыз. Видеода көрсетілгендей дәл осылай араластырып аламыз. Барлық жеріне тигенше араластырамыз. Қысып тұрған майымызға баклажандарымызды салып алып пісіріп аламыз. Баклажандарымыз алтын түстес болғанша жақсылап қуырамыз. Міне біздің баклажанымыз осындай түске енген кезде уже болды, баклажанымыз дайын болды деген сөз. Баклажандарымызды ыдысымызға алып аламыз. Баклажандарымызды осылай бірін-кетін салып, жақсылап барлығын видеода көрсетілгендей пісіріп аламыз. Қараңыздар, біздің баклажандарымыз дайын болды. Өте дәмді, сочный болып шығады. Және өте қытырлақ, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте оңай жасалуы, көп затты керек етпейді. Іші өте жұмсақ болып, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Динара ас болсын.